құрметті студенттер, осы видеода біз Django фреймворкінде модельдерге, нақтырақ айтатын болсақ, деректер қорында орналасқан модельдер тізбегіне қол жеткізуді, яғни доступ алуды үйренетін боламыз, яғни көрсететін боламын. Осыған дейінгі жұмыс істеген принцип бойынша біз PyCharmда проект құрастырамыз, немесе сіздердің дайын проектілеріңізді дальше сонымен жалғастырып өтеміз. PyCharm проектті ашамын, PyCharm программаны, және мен проектіме атау беремін. Менің жағдайымда қазірше get models деп қоя салайын. Django проект get models. Және қай жерде орналасқанын көрсетіп тұр, яғни менде DSX пользователінің ішінде рабочий столда, десктопта dev папкасының ішіне PyCharm проект деген папка құрастырылады. Және осы папканың ішіне менде осы атаумен папка создавать етіліп, соның ішіне проект орналасады. Басқа ешқандай өзгертудің қажеті жоқ. Create'ті басамыз. Қандай да бір уақыт өткеннен кейін бізде проект құрастырылады. Проекттің ішінде міндетті түрде VNV деген папка болу қажет. Сонымен қатар біздің проектіміздің атауымен бірдей, яғни базалық app приложение құрастырылады. Оның ішінде келесідей файлдар бар, сонымен қатар templates деген папка және manage.py деген файл. Енді осыған дейінгі жұмыс істеген принцип бойынша жұмыс істейміз. Яғни бізге алдымен біз жаңа app құрастыруымыз керек, яғни өзіміздің приложениемізді. Ол үшін терминалға мен Python manage.py и дальше мен өзімнің приложением атауын жазамын, яғни мысалы индекс. Python manage.py startup index. Бізде міне индекс деген біздің приложениеміз құрастырылды, яғни ол папка түрінде көрсетіледі. Келесі settings'тың ішіне біз приложениемізді қосамыз. Индекс деген атаумен. Одан кейін базалық қандай да бір dev'қа құрастырайық, яғни views'тың ішіне біздің клиенттің запросын өңдейтін индекс атаулы функция құрастырамыз. Ол қазірше бізде HTTP response'ты пайдаланып, осындай бір текст қайтарсын. Енді URL'стың ішіне оны кіргіземіз, импорттың ішіне. From index біздің приложениеміздің атауы index views. Так, стоп. From index import views. Және мына жерден жаңа path, яғни жаңа маршрут. Views'тың ішінде index деген функцияны біз обрабатывать етеміз. Проектімізді тексеріп көреміз. Міне біздің проект іске қосылды. Және біздің проект жұмыс істеп тұр міне. Егер біз views'тың ішінде мына бір жерге қандай да бір HTML тегпен жазатын болсақ, бізде міне өзгеріс енгізіліп тұр. Енді осы жерде біз HTML-ді қалай қайтару керектігін көрсетейін. Templates-тің ішіне біз HTML файл құрастырамыз. Мысалы index.html деген атаумен бір базалық структура құрастырайын. Мысалы main page. Енді views'тың ішінде келесідей өзгерту енгіземіз. Біздің жағдайда біз HTTP response'ты пайдалана отырып, мына бір ақпаратты клиентке қайтарып тұрмыз. Енді біз render функциясын пайдаланып request, яғни клиенттің сұранысына қандай да бір HTML-ді қайтаратынымызды жазамыз. Яғни менің жағдайымда index.html. Ол
егер мына жерде Ctrl-ды басып тұрып үстіне басатын болсақ, біз мына жерге ауысамыз. Яғни біз құрастырған темплейтстің ішіндегі index.html-ге. Проектті тексеріп көреміз. Міне біздің мына жердегі жазған ақпаратымыз мына жерде көрініп тұр. Так, енді келесі біз модель құрастырмас бұрын деректер қорын қосып аламыз. Ол үшін data source'ты басамын. То есть мына жерде база данных, database, плюсик, потом data source и төменде SQLite таңдаймын. Бізде Django'ның өзінде SQLite орнатылған. Егер бірінші жұмыс істеген болсақ, мына жерде download деген кнопка болады. Download driver деген соны басып, установка жасау қажет болады. Ол үшін интернет қажет. Одан кейін мына 3 кнопка басамыз, то есть 3 точканы. Және біздің проект орналасқан папканың ішінде, міне мына біздің проектіміздің атауы Django проект get models. Соның ішінде db.sqlite 3 деген файл таңдауымыз қажет. Open'ді басам. Test connection. Міне біздің деректер қоры істеп тұр. Так, apply, одан кейін окей. Қазірше бізде деректер қорының ішінде ешқандай нақты айтатын болсақ, бір ғана таблица бар. Tables'ың ішінде SQLite master деген. Біз енді осы жерде миграция жасауымыз қажет. Да, давайте миграция жасап алайық. Или жоқ, бірінші модель создавать етеміз, одан кейін бірге миграция жасай саламыз. Модель құрастыру үшін біз models.py-дің ішіне, яғни біздің приложениямыз, өзіміз құрастырған приложенияның ішіне, вот индекстің ішінде, models.py-дің ішіне біз класс құрастырамыз. Класс, модель, то есть модель класс арқылы құрастырылады. Мысалға, мен группа мен студенттерді құрастырайын. Group models.model, одан кейін группаның атауы болсын. Так, одан кейін description болсын. Так, текст файл. И, ну да, пока осы жеткілікті. Енді студент үшін класс құрастырамын. Студенттің толық атауын жаза салайын, full name. Негізі тек атауыны full name деп берген қате, себебі базадан дұрыс құрастыру үшін last name, first name деп жеке-жеке бөлек құрастыруымыз қажет. Одан кейін age болсын, ну или же date of birth. Date файл болады, одан кейін группаны, давайте вот сперва email берейін. И одан кейін группаны байланыстырамыз. Вот міне мына жерде бізде foreign key арқылы студент мына бір группамен байланысып тұр. Так, каскадтың орнына біз protect'ті жазамыз. Яғни ешқандай удалить етуге возможность бермейтіндей етіп, ну, сақтау. Так, келесі енді def str self дегенді жазып кете салайын сразу, чтобы кейін қайттан оралмас үшін. Ол не үшін керек екенін біраздан кейін көретін боламыз. Так, full name, да, осы жеткілікті. Енді біз миграция жасайық. Алдымен Python manage by make migrations'ты жазуымыз қажет. Бізде мына migrations'тың ішіне мына бір файл пайда болады. initial.py. Егер ашып қарайтын болсақ, өткен сабақта көрсетілгенде бізде группа үшін мына келесідей жолдармен таблица құрастырылады, және студент үшін мына келесідей жолдармен таблица құрастырылады. Так, make migrations жазғаннан кейін біз migrate жазуымыз қажет. Міне мына жерде мынандай бір жолдар өтеді. Яғни окей деген, то есть орын алды деген сөз. Енді деректер қорын обновить етіп жібереміз. Міне біздің екі таблицамыз пайда болды. Индекс деген приложенияның атауымен бізде группа және студент деген. Осы жерде біз
клавиатурада shift'ті басып тұрып, өзімізге қажетті таблицалардың үстін белгілеп аламыз да, мышканың 10 бетін басамыз, және мына жерде диаграммс, шоу диаграммды бассақ, осы таблица арасында қандай байланыс бар екендігін көрсетеді. Біздің жағдайда міне группа мен студент мына бір байланыс арқылы, міне мына бір байланыс арқылы екеу байланысып тұр. Яғни бізде группа ID мына жерде foreign key, ол байланысады группаның ішіндегі ID мен. Міне мынау бізде primary key. Так, енді миграция жасағаннан кейін біз суперпользователь құрастыруымыз керек, яғни суперюзер. Ол үшін тура жаңағыдай Python manage by create superuser. Username жазымыз қажет, яғни атау. Мысалы, мен просто админ деп берем. Email пустой қалдыруға болады. Парольді тоже админ деп жаза салам. Но жазған кезде бізде мына жерде қауіпсіздік үшін, безопасность үшін мына жерде көрсетпейді. Enterді басам. Тағы да қайталап жазам админ деп. Enter. И мына жерде маған қандайды бір ескерту айтады, что менің паролем юзернейммен бірдей, то есть ұқсас екенін, содан кейін өте қысқа екенін, как бы 8 символдан жоғары болу қажет екендігін сұрайды. Но маған ол маңызды емес қазірше. Сол үшін мына жерде мен мынаған келісіп, yes-ті басам, яғни y-ды басам, enter басам. Міне бізде суперпользователь құрастырылды. Енді проектімізге кіріп көреміз. Перезапустить етейік. Так, проект бізде міне істеп тұр. Админде вручной жазбас үшін мына жерге мен былай ссылка қалдыра салайын. Міне ссылка пайда болды, басам. Енді біз жазамыз админ. Окей, міне кірдім. Менде группа және user деген екі таблица бар, былайша айтқан кезде. Ол таблица бізде Django проекттің өзіне тиісті. Ал мен өзім құрастырған екі модельді таблица ретінде, то есть мына жерде мен шығаруым қажет. Ол үшін мына біз admin.py-ның ішіне кіреміз дағы. Біз from index models import, яғни біз индекс приложенияның ішіндегі модельден екі модельді импорт жасаймыз. Ол бізде группа и студент. Одан кейін осыларды регистрация жасауымыз қажет. Ол үшін admin.site register группа және тура солай екіншісі студентті жазуым қажет. Енді біз приложениемізді обновить етеміз мына жерден. Міне бізде группа және студент пайда болды. Так, дальше қарайық. Мысалы, мен алдымен студентті давайте етіп көрейік. То есть студент қосып көреміз. Мысалы, былай date of birth осылай жаза саламыз. И потом email, мысалы, бағана біз жаздық. Email бізде. Так, email filed болды. Ол деген сөз біз мына жерге жазған кезде соңында міндетті түрде былайынша email.com деген жазуды требовать етеді. Егер мен мына пустой қалдырсам және группаны да пустой қалдырсам, сейфті басып көреміз. Бізде ескерту болады. Яғни мына жерде email адрес дұрыс емес, және де this file is required деген типа группаның ішіне міндетті түрде көрсетуіміз қажет деп тұр. Бізде пока группа жоқ. Оны біз мына жерден сразу қоса аламыз, плюсикті басып. Давайте группаға CS деп жазылайын, 24. Одан кейін description, қандай да бір текст. Save, сонымен қатар тағы да бір группа қосайын. Is 22. Save, одан кейін тағы да бір группа болсын. Міне бізде 3 группа пайда болды. Так, компьютер сайенсқа досанып бекмұратты қосамыз. Save. Бізде бір студент бар. Ал группаның ішінде бірнеше группа бар. Вот 3 группа.
Так, студентке давайте тағы да бір. Міне бізде осынша 3 студентті қостық. Так, енді мысалы, то есть енді қараймыз, біздің деректер қорында ол студенттер группалар бар ма екен? Группаны ашып қараймыз. Міне біздің қосқан группаларымыз бар. Сонымен қатар студенттер, міне біздің қосқан студенттеріміз бар. Яғни бізде деректер қоры мына админ панелімен жұмыс істеп тұр, яғни байланысып тұр. Енді так, модели пока өшір жауып тұрайын. Views'ты тұра берсін, settings керек емес, admin pay керек емес, initial керек емес. Так, ну, URLs. Так, бір минут. Енді келесі былай істейміз. Келесі тапсырма, то есть келесі лапкалардағы біздің тапсырмамыз Views'тың ішінен қандай да бір ақпаратты index.html-ге жіберіміз қажет. Оны қалай жүзеге асыруға болады? Немесе деректер қорындағы міне мына деректерді біз index.html-ге, яғни мына жердегі мысалға айтатын болсақ, міне мына жерде главная страницаға соны шығаруымыз қажет. Ол қалай жұмыс істейді? Алдымен Views'тың ішіне қандай да бір деректерді жіберуді көрсетейін. Мысалы бізде мынандай бір деректер болсын. Датаның ішінде, міне осылай фигуралы скобканың ішіне, фигуралы жақшаның ішіне келесіде ақпарат қалдырайық. Ну, давайте вот message қалсын. Ну, или қолмен жазайықшы өзіміз. Мысалы, info text. Былай, header болсын мынау. Және мына төменде текст болсын. Енді мына жерде қараймыз. Бізде мына дата деген айнымалы, оның ішіне мына келесі ақпараттар бар. Яғни бұны біз негізі словарь деп айтады. Python'да бізде header деген кілттік сөз бар, және оның мәні бар, оның нәтижесі, значениясы. Тура солай бізде текст деген кілттік сөз бар, және мына бір текст. Осы текст деген кілттік сөздің мәні, значениясы. Және біз мына жерде рендер жасаған кезде, міне return render, осы ақпараттарды мына дата айнымалысы көмегімен контекст етіп жібере аламыз. Яғни ол, скажем, бір қандай да бір ящик деп айталық. Ящиктің ішіне біз датаны саламыз. То есть контексттің ішіне біз ящикті саламыз, который дата деген атаумен, ал дата деген ящиктің ішіне бізде мына бір данный бар, және мына бір данный бар. Енді осыған біз қол жеткізуіміз қажет. Қазірше бізде ол ақпарат көрмейді. Егер HTML-дің ішіне кіріп мен мына жерге, мысалы, мына main page-ның орнына, ну, давайте бұл тұра берсін, төменге жазсылайық. Егер мына жерге мен фигуралы жақшаны 2 рет жазсам, мен осы жерден мына датаның ішіндегі ақпараттарға қол жеткізе аламын. Ол қалай? Мысалы, міне атауына қарай, мына кілттік сөздер атауына қарай. Яғни header деп жазсам, мен мынаған қол жеткізем, ал егер текст деп жазсам, мен мынаған қол жеткізем. Яғни мында header деп жазып көрейік, и астына текст деп жазамыз. Сохранить етемін. Браузерге кірем, обновить етем. И вот біздің тексттеріміз пайда болды. Яғни мына екі текст, Сатпаев University, және мына Қаныш Сатпаев, Енді
мынаны мен h2-ның ішіне салайын, ал мынаны параграфтың ішіне саламын, яғни p-ның ішіне. Сохранить етемін, кіріп мына жерде обновить етеміз. Вот біздің екі ақпаратымыз пайда болды. Яғни біз қазір Views'ның ішіндегі қандай да бір деректерге HTML-ден доступ алдық, яғни қол жеткіздік. Тура осылайша біз мына студент деген таблицаның ішіндегі данныйларды, группаның ішіндегі данныйларды шығара аламыз. Ол үшін біз келесідей функцияны орындауымыз керек, функция жазуымыз қажет. Мысалы, мен print және жақшаның ішіне сперва біз модельді импорт жасауымыз қажет. From index.models import бізде группа бар, сонымен қатар студент бар. Міне осылай импорт жасап аламыз. Ал егер мына жерге мен printtің ішіне group.object .all деп жазсам, яғни мен группа деген объекттің ішіндегі бүткілін қайтар деп жазсам, бүткілін принтқа шығар деп жазсам. Сохранить етемін. Енді қарайық. Так, мынаны мұнда қойын, и мынаны мен мұнда бұлай кішірейтіп қойын. Бір минут. Мына жерде терминалға мән береміз, консольға. Мен мына жерде обновить етемін. Міне бізде группа пайда болды. Query set типінің ішінде келесідей группа тізбектер пайда болды. Тура осылайша мен студенттерге доступ аламын. Егер обновить етеміз, вот бізде студенттер пайда болды. Яғни біз мына индекс деген запросты шақырған кезде, оны біз қалай шақырып жатырмыз? Вот главный маршрутқа жібердік қой біз. Міне мынау. Индекс деген маршрут обрабатывается етілді. Міне мына бір. Ал ол бізде нәтижесінде HTML-ді клиентке қайтарады. Сонымен қатар консольға мына екі жолды қайтарады. Екі жолды шығарады. Тура осы мына жерге біз стоп. Біз мына жерге print мысалы студент группалар мен студенттер деп өзіміз қандай да бір текст жазсақ, вот осы тексттерде міне шығады. Так, түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Енді дальше жалғастырайық. Енді бізде міне осы ақпараттарды, яғни мына ақпарат пен мына ақпараттарды біз HTML-ге шығаруымыз қажет. Уже кішкене түсінікті болып жатқан шығар. Мысалы, бұл жерде бізде, яғни мынау бір айнымалылар тізбегі, мынау да бір айнымалылар тізбегі. Нақты айтатын болсақ, query set. Query set қалай жұмыс істейтінін білу үшін Google-ға query set Python деп жазсаңыздар шығады, сол жерден оқып түсініп алсақ болады. Енді мен мына бір датаның ішіне алдымен бір айнымалы құрастырамын. Мысалы, all groups болсын, иә. Міне all groups'ның ішіне мен группалардың бүткілін қайтарамын. Тура солай all students және осының ішіне студенттердің объектілерінің бүткілін қайтарамын. Так, мынау керек емес, өшіріп тастай салайын. Ал датаның ішіне міне мынаны датаның ішіне кірістіруім керек. Яғни мына айнымалы мен мына айнымалыны мен ящиктің ішіне салуым қажет. Ол үшін давайте all groups міне осылайша. И тура солай all students. Яғни мен міне all группаның ішіне мына группаларды салып жіберемін. Мына all students'тың ішіне міне мыналарды салып жіберемін. Мынау бізде міндетті түрде бұлайынан қателеспесем тырнақшаның ішінде болу қажет. Так, енді біз қалай мынаған дос боламыз? Тура мына көрсеткен сияқты, мына header және текст дегенді көрсеткен сияқты, мына жерге бұлай all groups и астына all students деп жазып көрелік. Мынаны өшіріп тастай салайын. Обновить етеміз.
міне бізде querySet группалар пайда болды, querySet студенттер пайда болды. Енді жаңа айтқан жайт, яғни бізде querySet қандай да бір группаның жиынтығы, querySet қандай да бір студенттердің жиынтығы орналасып тұр. Енді осы жерде қалай біз жеке мысалы Досанов Бекмұрат, жеке Илон Маск, жеке Стив Джобс деп шығара аламыз? Ол үшін біз циклды пайдаланамыз. Қарапайым Python'дағы цикл немесе любой кез келген бағдарламау тіліндегі циклдар қалай жұмыс істейді, соны еске түсіреміз. Бізде Django проекттің ішіне, HTML-дің ішіне циклмен жұмыс істеу үшін біз келесідей өрнекті жазуымыз қажет. Міне осылай. Яғни фигуралы жақша, процент. И осы жерге мысалы if, else деген сияқты кез келген бағдарламалау тілінің тізбектерін, командаларын жазаламыз. Біздің жағдайда мысалы қажет for қажет. For циклын жазамыз. Егер мен интер бассам, сразу маған подсказка шығып жатыр, что как бы сен студенттердің тізбегін шығарасың ба деген сияқты. Давайте вот UL-дің ішіне, UL деп отырған бізде HTML-ді еске түсіреміз. Ол список, яғни тізбек. И мына жерге LI, LI-дің ішінде екі фигуралы жақшаның ішіне мен не жазам? Ол студент, яғни міне мынаның атауын жазуым қажет. Мысалы, немесе просто студент. Не осыны мен мынаны орнына жазам. Яғни бұл айтады, for циклы арқылы ол студенттің ішінен жүгіріп өт деп айтады. Сонымен қатар каждый студентті сен мында шығар дейді, LI-дің ішіне. Мынаны жауып қоямыз. Комментарий қалдырсаң пока керек емес. Ctrl-S-ті басам, яғни сохранить, потом проектімізді обновить етеміз. И вот біздің студенттеріміз пайда болды. Енді біз мына models.py-дің ішінде жаздық қой міне return self full name деген. Міне осы по умолчанию мұнда қайтарылады. То есть по умолчанию біз студент деп жеке пайдаланған кезде осы міне full name қайтарылады. Егер full name'нің орнына мен email-ді жазсам, бізге email-дан қайтарады. Түсінікті болу үшін full name жазамыз. Немесе мына жерге плюс қандай да бір пробел и қасына email-ді қайтарайық. Уже түсінікті болып жатқан шығар. Бізге есімі және қасына email-ы шығарады. Так, бұл керек емес. Өшіп тастаймын. Тура солай группада тоже. Так, енді қарайық. Тура осы жерде студенттің біз жеке ақпараттарына, деректеріне қол жеткізе аламыз. Мысалы, жеке full name-на атау есіміне, одан кейін мысалы student.date of birth болсын. И вот бізде осындай бір студенттердің тізбегі пайда болды. Так, енді яғни бізде views'ның ішінде data деген ящиктің ішінде all groups бар, all students бар. Біз оны контекстке салып index.html-ның ішіне жібердік. Және индекстің ішінен, index.html-ның ішінен біз осылайша міне қол жеткіздік. Так, мысалы, кішкене сайтта типа мына студенттердің тізімдері дұрыс әдемі көрініп тұрсын деп қандай да бір кесте құрастырайық. Table-дің ішіне tr, оның ішіне td болады. Так, айталық бізде номері, одан кейін full name. Date birth. Одан кейін email-ын жазайық. Так, тағы қандай ақпарат бар еді бізде студентте? Бізде сосын группасы. Так, группасы. Енді қараймыз. Бізде tr, то есть, так, мына жерде td-ның орнына мен th бәр жерде.
TD мен TH-тың разницасын оқып аламыз. Надеюсь, сіздер біледі деп ойлаймын. Так, енді бізде былай цикл қалай жұмыс істейді, то есть таблица қалай жұмыс істейді. Бізде таблицаның бірінші жолы құрастырылады, table border жазуымыз қажет, яғни границасы. Қазірше бізде таблица міне осындай күйде, яғни бірінші ғана жол бар, одан астында екінші жол пустой. Бізде таблица қалай жұмыс істейді. Міне мынау бірінші жол tr, ал th бірінші жолдың ішіндегі мына жеке ящик, ячейка. Мына бір ячейка, мына екінші, үшінші, төртінші, бесінші ячейка. Енді біз мына студенттердің тізімін мына tr-дің ішіне салуымыз қажет. Нақтайтын болсам, мына t-дің ішіне жеке. Ол үшін мына бір циклды мен мына tr-дің астына қоямын, немесе tr-дің үстіне қоюым қажет. Вот осылай. Так, сосын бізде циклымыз аяқталады. And for. Мынаны өшіп тастай салайын, керек емес. Енді td-ның ішіне, бірінші td-ның ішіне бізде студент, фигурал жақшаның ішіне студенттің ID керек. Так, екінші жерде студенттің full name. Үшінші бізде email. Не осылай ID, full name, email, date of birth. Так, ты қалай жазған екен, біз дата деп қалып кетті, ладно. И потом группа. Так, сохранить етемін. Проектінде обновить етеміз. Вот бізде осындай бір ақпарат пайда болды. Так, email мен мынау шатасып кетті. Ну, біз просто так былай істейміз. Вот енді дұрыс. То есть бізде группаны мына жерден, то есть өзгерте аламыз. Яғни вот деректер қорынан. Мысалы, менде Досанов Бекмұрат компьютер сайенста айталық, оны біз киберге қоямыз, сейфті басам, обновить етем, вот киберге ауысты. Яғни біз қазір деректер қорындағы ақпараттарға осы HTML көмегімен қол жеткізіп тұрмыз. Сонымен қатар біз viewста міне мына жерде объекттің бәрін шақырдық. Біз сонымен қатар тек қана жеке ғана объектін шақырамыз. То есть қандай да бір фильтр пайдалана отырып объектілер шақырамыз. Мысалы, маған керек айталық тек қана истің студенттері деп. Ол үшін мысалы is information system students тең болады student objects filter, и мына жерге фильтрді жазуымыз қажет. Яғни бізде группада міне кибер, то есть истің студенттері ол екінші ID-де тұр, екінші группада тұр. Біз мына жерге соны дұрыс жазуымыз қажет. Оны қалай сіздер жазасыздар? То есть сіздерге тапсырма. Көп сөйлеп кеттім. Міне мына метаниттің ішіне модели, и моделидің ішінде вот фильтрация бар. Тапсырма, осы жерде фильтрацияның түрлерін оқып аламыз, яғни фильтрді қалай жасау қажет екендігін мына жерде көрсеткен, қандай да бір фильтрдің жұмыс істеу принципі бойынша. Мысалы, мына жерде фильтр H32-ге тең болу үшін там фильтр name там пустой болса, немесе тағысын тағы деген сияқты, міне осы тапсырма сіздерге үй тапсырмасы ретінде беріледі. Немесе фильтрдің ең қарапайым түрін көрсетіп жіберейін. Менің проектіме кіреміз, то есть GitHub-ма Django Model Project. И вот мына жерде менде индекс деген приложение бар, ішінде модельдің түрлері
логикасын қараймыз. Менде бренд деген модель бар, одан кейін смартфон деген модель бар и аксессуар деген модель бар. Үшеуі байланысқан. Яғни смартфон мен аксессуарға мен қай брендке жататынын көрсеткем. Міне бренд и міне бренд ID. И когда вьюстың ішінде запрос жасаған кезде, мысалы мен бүкіл брендті шақырып тұрмын, бүкіл смартфонды шақырып тұрмын. И мына жерге тек қана Apple-дың ғана смартфондарын шақырып тұрмын. Вот Apple SM, smartphone.objects.filter и оның бренд ID-і ол бірге тең. Яғни менде Apple ол бірінші ID-де орналасқан. Одан кейін датаның ішіне саламын және контекст арқылы оны қайтарамын. И менде темплейтстің ішінде жеке Apple деген HTML файл бар. Және оның ішінде міне for Apple in Apple SM, яғни Apple Smartphone деген жаңағы views-ның ішіндегі айныманың атауы. Получается, менде мына жерде тек қана Apple-ға ғана тиісті смартфондар қайта көрсетеді. Осылайша сіздерге тапсырма фильтрдің бірнеше түрін жасап шығасыздар. То есть толық сіздер не жасауларыңыз керек, не жасай алуларыңыз қажет. Толық қандай да бір запрос, маршрут және views құрастыра алуларыңыз қажет. Одан кейін модель құрастыру проект бойынша минимум 5 модель және әрқайсында там тоже логикаға байланысты, проекттің структурасына байланысты 4-5 және одан да көп атрибуттар болу қажет модельдің, яғни полялары әртүрлі. Одан кейін қазір осы сабақта көрсетілген сияқты біз деректерді контекст арқылы HTML-ге қайтаруды ұйымдастыра алуларыңыз қажет, сонымен қатар фильтрді жасай алуларыңыз қажет. Жалпы тапсырма осындай. Сұрақтар болса комментарийге жазамыз. Көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.